Қайырлы таң, құрметті қазақ елі. Армысыздар менің егі жақсы, абзал достарым, сыныптас достарым. Абай мектебінде бірге оққан, абырайлықтар Кенен мектебінде бірге оққан, институтта бірге оққан курстас достарым, группалас достарым, өмірде қатар бірге жүрген жақын жанашыр шынайы достарым. Бүгінгі бейсенбі күндеріңіз берекелі болсын. Алла тағала аман есен қорғап, қолдап, бүкіл дүние жүзіндегі ел мына табиғаттың апатынан қорғасын. Мен немеремді балабақшаға алып барып, Алматының Гагарин даңғылында кішкене жүріп келе жатырмын. Міне. Айтпағым, кеше эфирге шыққанға уақытым болған жоқ. Немеремді клиникаға алып барып, кешенің арғы күні кеше арнайы тексеруден өткіздім кіші немеремді. Сондықтан эфирге шығып амандасып қал сұрасқанға мүмкіншілік болмай кетті. Құрметті достар, бәріміз кешен арғы 22-сіне қараған түнгі сағат 00:09-да болған жер сілкіністе бәрімізді аяқ асты қарсы алды. Не істеп не қойғанымызды білмейміз. Сасқанымыздан әйтеуір бірдемен үстімізге іліп далаға шығуға тырыстық. Біз 3-ші қабатта тұрамыз. Соның өзінде тұрған үйдегі жиһаз сытырлап, сықырлап, ары бері люстра шайқалып, сондай жағдайлар болды. Далаға шықсақ жоқ, көп адамдар далада жүр. Жоғарғы этаждағылар қорыққандардан лифтімен түсті. Айтпағым, біздің қазақ елінде, Қазақстанда жай қарапайым халықта, үкіметте осындай аяқ асты келген апатқа дайын еместігін білдіргізді. Себебі біздер жай элементарный, орысша айтқанда, не істеуіміз керек екеніміз, жанымызда қандай нәрсе болу керек, сол майда құсқа заттардың жанымызда не болу керек екен біз білмейді екенбіз. Шын айтқанда, сол менің ұялы телефонымда бүкіл дүние жүзіндегі болып жатқан жер сілкінісінің приложениесі бар. Содан мен қарағанда, мен ол кезде қараған жоқпын. Содан кейін көрдім, далаға шыққан кезде уже уведомление келген екен. Сол Қытайдың бағанағы Қырғыз автономия аймағында жердің сілкінісі 7:10 балл, 7:1 сондай балл болыпты. Бізге жеткенде сонда бар болған айырмашылығы сондай болып тұр. Содан сол Қытай елінің сол аймағында бүгінге дейін сенсеңдер 7 балдан бастап 5 балл, 5:60, 5:неден бастап 4, 4:6, 4:10 барлығы 30 рет жер сілкініс болды. Бүгін түнде сағат 00:45-те Қырғызстанда, сол аймаққа жақынырақ, бірақ Қырғыз елінде 5 балл жер сілкінісі болды. Біздің Қазақстанда да болды. Кешен арғы күні Междуреченская деген жерде, Қапшағайдың сол төңірегінде бер жақта, и Кеген жағында тоже 3:6, 3:4 деймін. Айтпағым, біз енді, наверное, түсінген шығамыз. Өмірдің бізге берген Алланың сыйы, өмір бәрімізге қымбат.
Әрине бірінші кезек біз немерелерді ойлаймыз, балаларды ойлаймыз. Дегенмен бұндай табиғаттың апатына біз дайын емеспіз. Сондықтан менде сақтап қойған бейнероликтер бар. Әрине бірақ қазақ тілінде емес, орыс тілінде. Мен сіздерге соны жіберем. Өздеріңізге сақтап алыңыздар. Сол қажетті заттарды дайындап қойыңыздар. Тағы да айтарым, біздің Қазақстанда, Алматыда тұратын орыс жігіт, жасы мүмкін 40-тан асқан шығар, білмейді екенмін. Ресейдегі программа, шоу «Битва экстрасенсовқа» қатысып, соның кезекті бір болған турында 3-ші орын алған блогер көріпкел. Соның сіздерге ютубқа тиеп, соны жіберем. Мен мына сіздерге арнаған бейнеролигімді де ютубқа тіркеп, содан кейін сіздерге жіберем. Себебі бұл телефонда үлкен несін алады, памятін алады. Айтпағым, бәріміз аяқ асты болды. Біреулер Аллаға сиініп, үйден шықпай жатты, кейбіреулер жатып қалған сезбеген. Егерде дәл сол жер сілкініс содан да қатты болса, онда ұйықтап жатып кетіп қалмақ о дүниеге. Енді Қытайдағы болған жер сілкіністен көп құрылыс ғимараттар қираған, 400-ден астам адам зардап шеккен, ол кешегі мәлімет бойынша. Оның ішінде 20-дан астам адам белгісіз жоқ болып кеткен, әлі таппаған. Көп адамдар зардап шеккен, ғимараттар құлаған. Бұл ойландыратын жағдай. Бәрімізде өмірде осы балаларымыз, немерелеріміз деп отырмыз ғой. Сол балаларымыздың қызығын көрсек, сол немерелердің өскенін көрсек, есейгенін көрсек, ер жеткенін көрсек деп, бәріміз Алладан үмітіміз бар жандармыз. Сіздердің барлықтарыңызға тілейтін зор денсаулық, достар. Аман болыңдар. Ғұмыр жастарыңыз ұзақ болсын. Дегенмен бір құдіретті күшті күш бар екенін біз білуіміз керек. Қазір адам арасында болсын, туған туыстың арасында болсын, жанашырлық, мейірімділік деген нәрсе жоғалып бара жатыр. Сондай құндылықтар жоғалып бара жатыр. Енді біз білмейміз, бірақ та Құранда жазылған қияметтің жақындаған кездегі белгісі дейді ғой, сол белгілер шетінен шығып жатыр. Дегенмен үмітіміз үзілмесін. Болған нәрсеге дайын болайық, аяқ асты күтіп отырмай, Алла өзі жар болады деп қана отырмай, әрекет жасайық, аман болайық. Сендер бағана орыс көріп келді, тыңлайсыңдар. Негізі көктемнің аяғына дейін осындай жағдайлар болып тұрады дейді. Түнде байқадыңдар ма? Түнгі сағат 0:45-те тағы да Қырғызстанда 5 балл магнитудамен 5 балл жер сілкініс болды. Тағы да бағанағы оның алдында Қытайда, одан кейін түнімен сондай болды. Мен шын айтсам, бағана кәдімгі бір жер соғып келе жатқан сияқты, бір ағаштардың бір бұтақтары сынып терезеге тиіп сөйтеді ғой. Сондай бір тағы да бір гул сияқты сондай бір дыбыстар естіліп тұрды. Мен өзім кешенің ар күнен бері жүрген кезінде кәдімгі бір шайқалғандай, басым ауырып, құсқым келіп, кешен ар күні сейсенбі күні сондай жағдайда жүрдім. Кешке дейін дәрі іштім, көмектесема деп, бірақ қоймады. Енді балалар болған соң, немерелер болғаннан кейін жатпайсың ғой.
біреуі сабаққа барады, түсте келеді, біреуін балабақшадан алу керек, басқа да тіршіліктер бар. Ойламауға тырыссаң да, бірақ сол ой мені мазалап қоймады. Қайта бір адамның бойына бір қорқыныш үрей кіргеннен кейін оны мидан алып тастап, жұлып тастап ойламау ол мүмкін емес екен. Сондықтан біз бұны жай ғана әшейін бір болып өтті, енді болмайды деген оймен біз сонда тұжырым жасамауымыз керек. Себебі қазір білсеңіздер, бүкіл дүние жүзінде үлкен өзгерістер болып жатыр. Өте үлкен. Глобальный кризис дейді. Біз әрқайсымыз сол болатын өзгерістерге табиғаттың, біздің жер анамыздың, соған өзіміздің үлесімізді қосуымыз керек. Біз үндемей жай ғана отырмауымыз керек. Біз болашақ ұрпағымызды ойлауымыз керек. Олардың жер бетінде аман-есен болып, ары қарай жалғанғанын көргіміз келеді. Біз көрмесек те сол балаларымыз көрсін, немерелеріміз көрсін. Өте қорқынышты болды. Мен өзім киінбе, бірінші сол немерелерім киінсінеп, немерелерімді киіндіріп, балалар өздері киінді, солардың киімдерін әйтеуір апыл-ғұпыл тауып, жылы киіндіріп, соларды тезірек шыққанын қаладым. Аман болыңыздар. Өмір деген осысымен құнды. Аллаға жалынып, жалбарынып тілейік. Біздің әсем, әдемі планетамыз аман болсын. Жер бетінде бейбітшілік болсын. Соғыс болмасын. Адамдар өлмесін. Балалар өлмесін. Палестинадағы болып жатқан жағдайды көрсеңіз, адамның жүрегі ауырады, жан түршігерліктей. Күнделікті күйбең тіршілікпен ойламаймызға, бірақ та біздің бүкіл жан жағымызда, жер бетінде сондай бір әділетсіздіктер болып жатыр. Соған басқа елдер жай ғана қарап отыр. Палестинада 7000-нан астам кішкентай нәрестелер, балалар, балапандар Израильдің оғынан қаза болды. Қанша балалар жетім қалды, қанша ата-аналар бір үйден 5 баладан өліп, баласыз қалды. Олардың тілегені білесіздер ме? Өмір емес олардың тілегендері. Олар тезірек о дүниеге өтіп өлсек екен деген ой. Олардың рухтары, Аллаға деген сенімдер соншалықты мол. Қарап отырып таң қаласыз. Мен өзім осы жер сілкіністен кейін көп ойлар шомылып, көп нәрсені ойлап, сондай бір тұжырымға келдім, достар. Бәрің аман болыңдар. Отбасыларың амандық тілеймін. Жанұядан ынтымақ болсын. Бала-шағаларың аман болсын. Сапарда жүрген балаларымыздың жолы сәтті болып, аман-есен оралсын. Немерелеріміз алыста оқып жатқан, аман-есен болсын. Туған туыстарымыз, бауырларымыз, әпкелеріміз, жора жолдастарымыз, достарымыз, көрші қолаң, жекжат жұрат, құда дегендей барлық дүйім жұрт аман болсын. Тілегіміз бір жерден шықсын. Алладан жалынып сұрайық. Дегенмен бұл бізге ескерту. Адамдардың пейілі тарылып, жүректеріне қарадақ түскен кезде, адамдар қасиетті, жанашырлықты ұмытқан кезде жерде көтере алмайды екен.
осындай қатыгездікті жер осылай жауап беріп жатыр. Жердің астынан, судың астынан қаншама заттарды шығарып алып жатырмыз. Көмір,